Сәлем, құрметті жан. Өзіңе нәзіктікпен деп аталатын марафонға қош келдің. Бұл марафонның әр күнінде қысқа тапсырмалар беріледі. Және де берілген тапсырмаларда әртүрлі тізімдер жазылатын болғандықтан арнайы блокнот арнасаңыз болады. Немесе ұялы телефоныңызға жазсаңыз да болады. Олай болса бастайық. Бірінші күн. Өзім жайлы дәл осы сәтте деп аталады. Өзіңіз туралы бүгінгі өзіңізге қатысты көптеген фактілерді жазыңыз. Қазір сіздің өміріңізде не болып жатыр? Сіз кімсіз? Осы сұрақтарға жауап беріңіз. Өзіңізге не ұнайтынын, немесе не ұнамайтынын айта аласыз. Мысалы, мен өзім туралы бірден мыналарды жаза аламын. Мен тырнақтарымды боямаймын. Менде бірде-бір татуировка жоқ. Менің басымда 100 деген туған күндер бар, бірақ мен ешкімді сирек құттықтамаймын. Жазылған нәрсе осы шақта болуы қажет. Яғни, мен әлемді араладым деп өткеннің тәжірибесін, немесе 2 жылдан кейін мен психология бойынша диплом аламын деген орындалмаған болашақ болмайды. Тек осы дәл қазіргі сәтті жазыңыз. Себебі, қазіргі сәтте өзіңді танығаның дұрыс. Кейде біз өзіміз туралы ойлар арқылы өткен шақтағы естеліктерге, немесе болашақтағы қиялдарға қаншалықты жиі алданып қалатынымызды байқамаймыз. Бұл қадамның мәні өзіңізді осы сәтке бекіту болып табылады. Өйткені дәл қазіргі сәтпен жұмыс істеуге және оған әсер етуге болады. Екінші күн. Екінші күн иіс капсуласы деп аталады. Елестетіп көріңіз. Сізге әрбір хош иістің қақпағы бөлек жабылатын капсула берілді. Әрбір капсуладағы орынға өзіңіз жүрегіңізбен сүйетін иістермен толтырыңыз. Сол иісті егер кез келген адам сезсе, сізді көргендей, сізді есіне алатындай, сізге қатты ұнайтын иістер болғаны жөн. Мысалға, мен жаңбырдың иісін және құлпынайдың иісін алар едім. Өзіңізге ұнайтын иіс атауларын жазып шығыңыз. Бұл практиканың мақсаты, сүйікті иістердің палитрасы сіздің күшіңіз азайған кезде жүгінуге болатын тамаша қалпына келтіру ресурсы болып табылады. Ендеше келесі кезекте үшінші күн. Үшінші күннің атауы My Guilty Pleasure деп аталады. Қазақшасы жасырын әлсіздік. Бұл айналаңыздағы адамдар көрсе сізді айыптайтын, бірақ өзіңізге үлкен рахат сыйлайтын құмарлық. Сіздің жаныңызда ешкім жоқ кезде әдетте істейтін істеріңіз, тыңдау, көру, оқу, жеу, тағы басқа. Және де бұл істер негізінде сізге ұят емес. Сізге бұны істеу ұнайды. Поп-музыка тыңдау, Инстаграмда ондаған мысық аккаунттарына жазылу, жанармай құю бекеттерінде ерігіш кофе ішу, немесе кітап беттерінің бұрыштарын бүктеу. Өзіңіздің жасырын әдеттеріңіздің тізімін жазып шығыңыз. Осылайша өзіңіздің ерекшелігіңізді тани түсесіз. Егерде қалған күндердің практикаларын күтетін болсаңыз, және де сізге осы аудио жазба ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Махаббатпен, Перизат Султан.